Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті достар, оқырмандар, мен сіздерге осы біздің заманымызда болған бір оқиғаны айтып бермекшімін. Иншаллах, жақсылап көңіл қойып тыңдасаңыздар екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өзбекстанда бір жігіт Меккеге қажылыққа барады. Мединаға барғанда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның қабірінің қасына барып, сол күнге де жеткеніне қуанып, шүкіршілігін айтып, дұға қылып, жылап отырып, Алланың құдіретімен әлгі жігіт ұйықтап кетеді. Ұйықтап кеткен екен, түсінде сүйікті пайғамбарымыз Расул акрам саллаллаху алейхи уассаламды көреді. Жігіт түсінде: «Я Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, бұл сіз бе едіңіз? Мен үшін бұл үлкен бақыт болды ғой», деп әлгі жігіт қатты қуанғанын білдіреді. Сонымен қатар: «Я Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, мен сізге үнемі салауат айтып жүремін, бірақ салауаттың түрлері өте көп қой. Қайсы салауатты айтқанда сіз қатты қуанасыз, қайсы салауатты естісеңіз сіз шаттанасыз, қайсы салауатты естіп сіз рахаттанасыз», дегенде сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп жауап береді. «Шамда», дейді. Шам деген енді қазіргі Мысыр ғой. «Шамда бәленше деген қаланың бәленше деген ауылында, бәленше көшесінде, бәленше үйінде осындай бір кісі тұрады. Сол кісіні тауып алып, сол кісінің айтатын салауатын айтсаң, сол салауат маған ең ұнамды, ең жағымды салауат», деп жауап береді. Сөйтіп атқан кезде әлгі жігіт оянып кетеді. Сөйтіп қажылықты аяқтап болған соң бірден Шамға, Мысырға жол тартады. Түсінде Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам айтқан адреспен бірден тауып барады. Есігін қағып, бәленше осы үйде тұрады ма, осындай кісі бар ма осы үйде, деп сұрайды. Алыстан келген жолаушы екенін көріп, үйлеріне кіргізіп, мән-жайды сұрап, «Қандай шаруаңыз бар еді?» деп сұрайды. Әлгі жігіт барлық жағдайды толығымен баяндап береді. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан кісі уже Раббысына қайтқан, өмірін исламға бағыштаған мықты ғалым кісінің бірі болып шығады. Ал үйінде қарсы алған кісі ол сол ғалымның шәкірті екен. Ғалымның шәкірті барлық мән-жайды білген соң әлгі жігітке қағаз бен қалам беріп, «Жазыңыз», деп қолына ұстатады. Әлгі жігіт бірден жазуға көшеді. Құрметті оқырмандарым, енді сол салауатты Алланың қалауымен мен сіздерге айтпақшымын. Өтінем, менің осы постымды көптеп таратыңыздаршы. Неғұрлым көп адам осы салауатты жаттап, әр күн айтып жүрсе, адамзаттың асыл тәжі, махшарда бізге шапағатшы болатын жалғыз ғана үміткеріміз, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүзіне күлкі, жанына қуаныш сыйлағандардан болайықшы иншаллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі айтпады ма? Кім ізгі амалға себепші болса, сол амалды қылғанмен тең, деп. Ендеше ол салауат былай айтылады: «Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ан-набиюл умми әл-махбубил алил одамил азимил джа». Өздеріңізге де сохранить етіп алып, постоянно айтып жүріңіздер, көптеп таратыңыздар, өтінем сіздерден. Осы салауатты таратқан барша мұсылманға Алланың рахмы жаусын, деп екі дүние рахатын тілеймін. Аллах субхану тағала осы салауатты таратқан адамға Фирдаус жаннатын нәсіп етіп, сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен көрші болуды нәсіп етсін. Кәусар бұлақтан өз қолынан су ішуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.